Сәлем достар! Сіздермен бірге Puzzle Life арнасы. Мен есімім Али. Ал менің есімім Әділ. Бүгінгі видеода достар, бізде ең любимый, ең сіздерге ұнайтын рубрикамыз ол шолу. Бүгінгі біздің дастарханымызда қытайлық тәтті заттар. Дәл қазір лайк басып, төмендегі подписаться қара батырмасын осылай басыңыз. Ал біз бастаймыз. Алдында Әділ қытайлық заттарды алып келді. Мен сол магазинге тағы бардым да, тағы бірнеше қызықты заттарды алып келдім. Негізі ең қызықтырған маған осындай фри, картошка фри мне осындай. Бірақ кептірілген чипсы сияқты. Еще ішінде Хайнс кетчуп бар. ана жол мен алған заттарды Али білген жоқ. Енді бүгін мен Али алған заттарды білмей отырмын. Байқадыңдар ма достар? Әділ бір түрлі мынандай бір какой-то непонятный етті созылатын сондай нәрсені жақсы. Негізі кішкентай кезінен сондай да ол. Кішкентай кезінен сондай да. Бәрі заттарды жеп жүрді. Али по классике бардың ба сонда сен? Мен беспроигрышный по классике бардым. Снеки, тәтті, осындай өте қызықты заттар. Бірақ достар, біз Али екеуміз дәстүрімізді бұзбадық. Мыналарды біз бір ай сақтап отырдық. Жаздың басында мынаны алдым ғой, білесіңдер ме? Тәтті заттар көп, тәтті заттардан бастайық. По-моему, мынаның дәмін по-любой барлығымыз білетін шығарымыз деп содан бастайық. Менің ойымша, мына бізде желе. Мына жерде осындай апельсиннің дәмімен бар, не қараңыз. Міне осындай Құлпынай және алма осындай. Мінекей, маған алма ұнайды, мен алмадан бастаймын. Давай. Мен апельсиннен бастаймын. Міне, ішінде бір какой-то дән сияқты бірдеңке бар, е? Стандартный желенің иісі. Бала кезінде осындай беспонтовый арзан желелер болған қытайлық. Мынау беспонтовый желе емес Әділ. Күшті екен. Қытайлар постоянно өзінің чайларына бірдеңке мелкий қосады ғой. Аха. Желе сияқты. Иә. Сапля, манқа сияқтылар. Иә. Но сондай бірдеңке сияқты ішінде. Мінекей. Манқа дейсің бе? Мен алманың иісі жем ана, яблочный сок болады ғой. Байқадың ба, пластиковый дәм жоқ. Иә, жоқ. Желелерде ылғи қытайлық, азиатский желелерде ана жаман бір какой-то күйген пластиктің дәмі болады ғой. Мына жерде ондай жоқ. Әрең ашылды ғой. Йой, қара ашылмайды. Традиция. Біз бірінші рет көріп отырған адамға айтайық, біз былай баға қоямыз. Бүгінгі желелерге бағамыз осындай. Бірдей фирмалардан ғой деймін, қателеспесем. Иә, мыналардың төртеуі де бір фирма. Соларды көрейік, давай. Давай, тура ана кептірілген мангалар. Өте ыңғайлы ашылады. Упаковкалар негізі былай қарасын, қымбаттық кәмпиттің упаковкасы сияқты. Бісміллә. Міне, тәтті болса жақсы болады. Тың. Күшті. Арабский манго ма? Иә. Анда неде оптовкада сатады ғой? Иә, мынандай үлкен. Сондайдан вообще ешқандай несі. Дәл сондай. Тура сондай. Мангода неге сәбіздің дәмі болады? Байқадың ба? Байқадың? Короче, мынаны сразу бағамызды берсек болады. 1, 2, 3. Қытайский заттар нормальный болып тұр, достар. Нормальный болып тұр. Бірінші рет құсу реакциясын тудырмайды. Иә. Нан. Не ол? Фу. Мынау неге сасық? Құспа. Бөлме сразу сасып кетті ашқаннан кейін. Сездің бе? Достар, мынау біздің ирискалар сияқты, бірақ сары. Иісі бұчт сасы. Дәмін көрші. Мынау жанған шина, боқ, бәрі араласы, е? Сен жемесен қазір құсасың. Мынау бұзылған самсақ. Жесть, Әділ ренжімесендер, достар, мен даже дәмін көрмеймін, потому что құсып қоямын. Достар, мынау ириска бұзылған пияз. Бұзылған пияз, иә. Ал шандағын, пожалуйста. Ада, шетке тастайсаш, пожалуйста. Фу. Сразу былай. Сразу. Шоколадный камешектер ғой. Тоже оптовкада сондай көп. Мен, достар, кәдімгі шоколадный камешектер. Фу, мен анадан кейін жаным ештеңке. Вообще башқандай. Мынау сағыз сияқты, е? Сағыз, е? Шоколадный сағыз сияқты ма? Сағыз ба или желінетін конфет ба?
Жерінетін конфет. Короче, бағамызды қояйық. Орташа. Мынандай компьютерді көрген кезде менде флешбектер болады ғой. Jelly Belly ма? Jelly Belly. Көрейік. Мынандай заттарға уже не доверяю. Күшті. Өте дәмді. Мынандай структурасы деген кезде тура Jelly Belly. Бірақ дәмі вообще басқа. Дәмі вообще басқа. Jelly Belly'ді даже жақсысын жеген кезде құстың келеді кішкене. Лимонный вообще. Күшті лимонный тема. Жерге құлатып алғандарды алайыншы. Десене. 1, 2, 3. Келесі мынаны көрейік. Біреуін ашайық. Да, біреуін ашайық. Чипсы, снэк, сухарик, орешек сияқты бірдеңке қой деймін. Мына ішінде былай сыртындағы тұрған сияқты. Бұл кептірілген көкөністер ғой? Иісі күшті. Кептірілген көкөністер. Мынаны алақанға алибай жинап, былай істерші. Ну-ка. Қатты түсінесің не болады. Бұрындағы роллтон бич пакеттер. Соның дәміне ұқсайды. Жоқ. Бұрынғы китайский. Түсінді ма? Жоқ. Бірақ дәмді. Тағы кішкене бұрыш, тұз болса, тема болушы еді. Әзірге бірінші орында. Мына уйғурский затқа бағамыз... Былай. Мынау, короче, білмеймін, менің ойынша бір какой-то тәтті зат. Сыртында 3 көбейту 2 тең 6 деп неге жазылып тұр? Бір математикамен байланысты бірден кеш тақта тұр. Какой-то бір қытайский приколдар ғой, походу. Ішінде осындай упаковкада жатыр. Но, достар, алдамшы упаковка ғой. Былай қараған кезде ойлайсың, мына жақ толып тұр деп. Ал мына жақта просто пластик. Арақ несі? Қой? Сезіп тұрсың ба? Көрейік? Арақ демес сразу көрейік деп. Міне. Тың. Пастила сияқты бірдеңке. Какой-то бір мынау яблоко ма? Кептірілген алма емес пе мынау? Солай сияқты. Но кептірілген алма, походу. Вообще непонятный әдемі. Алманың дәмі сезіліп тұр бірақ. Ал көп қылып қалсан, алманың дәмі сезіледі. Бірақ көп жей алмайды екенсің, не мынаны? Вообще. Мынау не сияқты ана? Лук хранителетін бар ғой ана? КамАЗдарда болады ғой лук осы жерде. Сол жерде помещение. Қалай ашатын, қай жерден ашатын, мен даже білмеймін наны. Бірақ сырты қытайлық емес, корейский жазылыр сық. Жоқ, қытайлық. Мынаның несі. Күшті. Кайф, қой мынаның несі. Ішінде міне осындай зат. Бананчиктер. Не қараңыз. Кішкентай осындай типа бананчик. Былай. Я, желешка сияқты. Мынау тема. Давай. Банандарымызды соғыстырайық. Давай. Тың. Өмірімде ең қызықты көрген желешка осы. Біздің көремендеріміз әр қаладан көреді. Кейбіреулерге нән болады, кейбіреулерге зың болады. Зың, нән, тәш ме? Тәш? Тәш дегенде бар ғой не? Банан зефирлерге бағамыз осындай. Келесі біздің списокта ол осындай чипсы. Какой-то бір Доритосқа ұқсайтын чипсы, е? Ішінде көп. Тема. Мінекей достар, осындай чипсы. Тың. Күшті. Ашы томатный чипсы. Бізге қанша обзорда осындайлар 1-2 рет түскен. Америкадан, араб елінен келген осындай тема. Почему-то бізде осындай дәм жоқ, біздің чипсыларда. Офигеть. Неден жасалған мына кукуруза ма? Ұқсайды кукурузаға. Картофельный неміз. Картофельға ұқсамайды. Тема, достар. Мұндай зат жеген кезде былай көзін жұмып деп жеу керек қой. Ашы арасында тәтті кішкене сезеді. Тәтті
Томаттың тәттілігі деп сезіледі, иә? қазір ащы тәтті қосылған бір түрлі болып естілуі мүмкін, бірақ өте күшті гармонично сочетаться етеді. Бірақ бұрышы анандай кішкене жесткий бұрышы, иә? Бірден терлеп кетті байқадың ба? Бірден терлеп кетті. 1, 2, 3. Ең соңғысы бізде осындай картошка фри. Стрелкасы бар екен. Скотчпен байлап тастаған мына жер. Таза қытайлар жасаған ғой, қытайский скотчпен байлап тастаған емес. Томатный иіс. Ішінде не осындай какой-то қытайский Хайнс бар. Картошка фри сияқты істелінген, бірақ картошка фри емес. Мынау мынандайды, бірақ іші оның осындай бос. По-моему, мынаның иісін сезсем, тоже томатный иіс бар, иә? Давай көрейік. Мен ойынша бостан босқа Хайнс салған жоқ, кетчуппен күшті өтеді сияқты. Короче, біздің реакциямыздан уже бәрі түсінікті. Прикольный ғой мынау. Бір, екі. 3. Мінекей достар, бүгінгі дастархан бізге өте қатты ұнады. Пиязды санамаған кезде сіздерге де ұнады деген ойдамыз. Сондықтан міндетті түрде лайк бас. Осы видеоның астына әдемі пікірлер жазуға ұмытпаңыз. Біз барлық пікірлерді оқимыз, ең күштілеріне жүрекше басып отырамыз. Сондықтан міндетті түрде бізді қолдаңыздар. Төмендегі қара подписаться батырмасына осылай басыңыз. Осы жылдың соңына дейін, жоқ, шын достар, миллионға дейін жетіп көрейік. Сіздерге бұл еш қиын емес, ал бізге бұл үлкен мотивация. Осындай видеоларымыз жиі болсын десеңіз, бізді қолдаңыздар. Ал бүгін сіздермен болған мен Әділ, Али, бүгінге осы пазлға жазыл.